Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осылай ерекше әдіспен табада ханым пісіретін боламын. Егер сізде үйде мантоварка болмаған жағдайда дәл осы әдіспен ханым пісіріп жесеңіз болады. Біздің тамағымыз сковородкада піссе де өте жұмсақ болып пісетін болады. Ең алдымен ханымның қамырын илеп, тоңазытқышқа салып қоямын. 200 мг суды ыдысымызға құйып, оның үстінен 1 шай қасық тұзды қосып, кішкене араластырып, одан соң үстінен еліктен өткен дайын ұнды 2-3 бөлікке сала отырып, қамыр илеймін. Менде осындай кішігірім қамыр иленіп шықты. Енді осы қамырымды салафанға салып, тоңазытқышқа 20-30 минутқа уы қанғанша салып қоя тұрамын. Осы арада мен ханымның ішіне салатын салмасын дайындап аламын. Ол үшін бізге осындай 500 грамдай тартылған ет керек болады, және 1 бас пияз, 1 бас картоп қосып жіберемін. 1 бас пиязды ұсақтау етіп турап, еттің үстінен қостым, және картопты да өте ұсақ етіп турап қосып жібердім, және үстінен дәмдеуіштерді қосып жақсылап араластырамыз. Мен 1 шай қасық қара бұрыш қостым, және оның үстінен 1 шай қасық тұзды қосып жақсылап араластырдым. Дәл осы орайда сіздер өздеріңізге қалаған дәмдеуіштерді қосып араластыра берсеңіздер болады. Салмамызды араластыру барысында дәмін көріп, бұрышы аздау екенін білдім да, үстінен кішкене тағы бұрыш сеуіп, тағы салмамды араластырдым. Менің салмам дайын болды. Енді қамырын жайып болғанша аз уақытқа тоңазытқышқа қоя тұрамын. Қамырды тоңазытқыштан алып, дөңгелек етіп жая бастаймын. Біздің қамырымыз уы қанып, өте әдемі қалыпта тұр екен. Егер сіздің қамырыңыз дөңгелек, барлық жері біркелкі болып шықсын десеңіз, дәл осы әдісті пайдалансаңыз да болады. Құрметті көрермендер, менің каналымның одан әрі қарай дамуына өздеріңіздің кішкене де болсын үлестеріңізді қосып, астыдағы подписация бөлімін басып, арнама тіркеле кетіңіздер. Сонымен қатар менің каналымда бірнеше ыстық тағамдардың түрлері бар. Міне менің қамырым осылай дөп-дөңгелек болып, барлық жері біркелкі болып жайылды. Енді осы қамырдың үстіне сұйық майды барлық жеріне жағып шықтым. Одан соң салмасын алып, барлығына біркелкі етіп жайып шығамын. Одан соң қамырымды дәл осы видеодағыдай шетінен орап шықтым. Қамырымыз дәл осылай оралып дайын тұр. Енді тұздығын дайындаймын. Тұздығына дәл осылай 1 бас пияз бен 1 бас қызанақты қостым. Екеуін ұсақтау етіп турап дайындап алдым. Енді газге табаны қойып, табамыз қызғаннан кейін үстінен сұйық май құямын. Сұйық майдың үстінен пиязды салып, біраз қуырып аламын. Енді үстінен ұсақтап туралған қызанақты салып, біраз қуырып алдым. Және үстінен қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Мен кішкене қара бұрыш пен осындай паприканы қосып жібердім. Одан соң жақсылап араластырып, салмамды дайындап алдым. Енді үстінен 200 мг-дай жылы су құямын. Енді сковородкадағы су қайнағанша күтемін. Су қайнағаннан кейін үстінен осы дайын тұрған қамырды салып, пісіріп аламын. Міне суымыз қайнап тұр, оның үстінен дайын тұрған қамырымызды асықпай салып шығамын. Суы осылай көбірек болғаны дұрыс, себебі қайнау барысында суы біраз азайып қалады. Енді баяу отта 35-40 минут шамасына қалдырып пісіріп аламын. Арада 40 минут уақыт өтті, біздің ханымымыз дайын болды. Енді арнайы ыдысыма саламын.
Міне қайнау барысында біздің тамағымыздың суы тартылып қалған. Енді арнайы легеніме салып, тағам ретінде ұсынамын. Ханым сковородкада піссе де өте жұмсақ болып піскен және ішіндегі еттері де толықтай пісіп шықты.